Сәлеметсіздер ме? Біз қазақ тілінің әдебиеті мамандығының 302-ші топ студенттері Тұрғалиева Салтанат, Төлеубай Таңшолпан, Тоғызбай Бальбина, Таңатақ Жайна. Сіздерді өзіміздің жобамызбен таныстыруымыз келеді. Біздің жобамыз Оралхан Бөкейдің «Портал Мінер Ақбозат» шығармасы. Біз жобада ең бірінші оқушылармен амандасамыз. Және де шығармамен таныспастан бұрын шығарма авторымен танысамыз. Бұнда біз QR код арқылы кіреміз. QR кодты скриндағанда автордың шығармашылығына байланысты слайд шығады. Бұл слайдта ақынның өмір дерегі және де шығармашылығы айтылған. Келесі бетке көшетін болсақ, бұнда енді шығармамен танысамыз. Шығармамен танысу үшін да скриндаймыз. Скриндағында Padletке өтеді бірден. Бұл сайтта шығарманы екіге бөліп, екі бөлімнен танысуымызға болады. Одан кейін кепке өткенде шығарманы оқып танысайық. Оқушы шығармамен танысқаннан кейін шығармаға байланысты тапсырмалар орындайды. Тапсырма 3 бөліктен тұрады. Бірінші бөлім бұнда да QR кодпен скриндағында Wordwall сайтына кіреді. Wordwall сайтында бұнда шығармадағы кейіпкерлердің мінезін сәйкестендіру. Екінші тапсырмада да QR код арқылы Wordwall сайтына өтеді. Wordwall сайтында оқушыларға арналған шығарма бойынша тапсырмалар карта ретінде берілген. Одан кейінгі қорытынды үшінші тапсырма бұнда оқушылардың шығармашылық қабілетін көрсетеді. Яғни бұнда мен Оралхан Бөкейдің орнында болсам, туындыны қалай өзгертер едім. Бұнда оқушы комментарияға өзінің ойын жазып. Осымен біздің тапсырмаларымыз аяқталды. Жалпы біздің тапсырмамыз ақын шығармашылығымен және де ақынның «Портал Мінер Ақбозат» шығармасымен танысып, және де сол туралы қорытындылау мақсатында тапсырмалар берілген. Бірге болғандарыңызға рахмет.